Қош келдіңіздер менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін сіздердің назарларыңызға күтумен өткен жылдар әңгімесі. Күтумен өткен жылдар. Ләззат пен Бекзат бір ауылда өсті. Екеуі мектеп партасынан бастап бірге еді. Ләззат оқу озаты, арманы дәрігер болу. Ал Бекзат бала кезден спортқа әуес, ауылдағы қарапайым отбасының баласы болатын. 11 сыныпты бітірген соң Ләззат қалаға оқуға түсті. Ал Бекзат ауылда қалып әкесіне шаруашылыққа көмектесті. Кетерінде Бекзат қанағатсыз күліп, оқы да дәрігер бол, мен сені күтемін деді. Ләззат 4 жыл бойы оқыды. Алғашқы жылдары хат алысып тұрды. Кейін қаладағы өмірдің қарбаласы, жаңа достар, сынақтар екеуін алыстата бастады. Бірақ Бекзат ешқашан басқаға көңіл бөлмеді. Кешке қорада мал жайып жүрсе де Ләззаттың суретіне қарап іштей тіл қататын. Оқуды бітірген соң Ләззат қалада жұмысқа қалды. Жақсы қызмет, жаңа орта, оның жанында талай жігіт болды. Бірақ ешқайсысы жүрегіне жақын болмады. Бір күн ол ауылға барғанда Бекзатпен жолықты. Бекзат баяғысынша қарапайым, бірақ жүзінде сабыр мен жылдар салған бейнет бар еді. Ол еш реніш білдірмей, сенің бақытты болғаныңды қалаймын деді. Сол сәтте Ләззат жүрегінің түбінде әлде қашан жауап дайын тұрған түсінді. Ол қанша жыл өтсе де Бекзатты сүйетін, бірақ оны кеш түсінді. Арада тағы бірнеше жыл өтті. Бір күні Ләззат ауылға асығыс жетті. Бекзат жол апатынан қаза тапқан деген қаралы хабар жеткен. Жаңада ол өзіне өзі сыбырлады. Сен менің күттің, бірақ мен кешіктім. Содан кейін Ләззат қаладағы тыныш өмірін тастап ауылға көшіп келді. Бекзаттың ескерткіші қасында отырғанда, ол әрдайым сені жүрегімде мәңгі сақтаймын деп сыбырлайтын. Егерде ұнап жатса, жазылып кетіп комментарий қалдырып кетсеңіздер болады.